Баршаларыңа сәлем. Бисмиллах деп осылай малдың жүрегінен манты дайындайтын боламыз. Алдымен жүрегімізді жуып аламыз да осылай ет тартқыштан өтетіндей қылып сақтап турап аламыз. Одан кейін осылай ет тартқышқа фарш қылып дайындап аламыз. Дайын болған фаршымыздың үстіне осылай 8-9 жуамызды қосып, осылай жуамызды сақтап турап аламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген жандар болса тіркеліп алыңыздар. Және де өз пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді осылай бір картошкамызды да сақтап турап аламыз. Енді осының үстіне бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Араластырып аламыз. Мінекей біздің фаршымыз дайын. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызға бір жұмыртқаны жарып, тұзын салып, суын құйып осылай жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Осылай дайын болған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп жуалап аламыз. Енді осының ине қанғанша кішкене пакетімізге 5 минуттай орап қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды осылай жайып аламыз. Мінекей осылай ұсақтап турап аламыз. Кесіп осылай домалақ күйінде мантының формаларын шығарып аламыз. Орташа көлемде жайып аламыз. Қатты жұққанда емес, қалыңдау емес, орташа күйде жайып дайындап алдық. Енді осында ішіне фаршын қосып осылай бүгейміз. Енді осыны гүл тәрізді қылып өксек те болады. Осылай роза тәрізді болып алдым. İçine kaynağı күнделікті пісіретін нан тауып осылай да өксек те болады.
әркімнің өз қалауы бойынша бүге берсе болады мантыны. Мінекей біздің мантыларымыз дайын. Енді листін майлап осылай мантыларымызға салып суын алдын ала қайнатып қоямыз. Мінекей осыны 45 минутта қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз дайын. Осылай майлы сочный манты болып шықты. Сіздер де осылай осы рецептті жасап көріңіз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелмеген жандар болса тіркеліп алыңыздар. Міне роза гүл осылай болып шықты. Бізге ас болсын. Рахмет.